Қазір 6 класс бойынша бір айнымалысы бар сызықтық теңестер өтіліп жатыр. Дұрыс па? Соған байланысты біз қандай теңестерді шығара аламыз? Бірінші, дұрыс айтасың, қос теңсіздік. Екінші, сызықтық теңсіздік. Жақсы, модуль таңбасы бар, сызықтық теңсіздік. Енді қарайық мына жаққа. Жалпы бізде мынандай таңбаны біз білеміз. Қандай таңба? Кіші таңбасы. Және бұны қатаң таңба деп айтуға бола ма? Келесі таңба. Үлкен таңбасы және қатаң таңбасы. Бұған байланысты қандай жақшаларға өшеді? Жай жақшалар. Келесі бізде теңсіздіктің түрі қатаң емес. Соған байланысты қандай жақша ойлады? Тік жақша. Дұрыс айтасыңдар. Оны оқыған кезде қоса алғанда деп оқылады. Түсіндіңдер ме? Енді осы теңестерді біз бір айнымалысы бар сызықтық теңестер деп атаймыз. Сонда бір айнымалысы бар сызықтық теңесте X деген айнымалы болу керек. А және Б деген сандар болу керек. Сонымен қатар кіші және үлкен деген таңбалар болу керек. Енді екінші, сол теңестерді шешу үшін кім маған айтады? Қалай шығарамыз? Қуаныштық сөйлеміз. Айтамын.